уақытта таңғы сағат 4:10 болған. Бірақ өкінішке орай ол хабар бізге 6-дан 8 минут кеткенде түскен. Демек, айтқанда 2 сағаттың ішінде түсіп, 2 сағаттан кейін деп айтсақ та болады. Ол біздің азаматтық қорғау саласындағы заңнамаларға қайшы келеді. Сосын ол жердегі біздің күштер мен қолдарымыз санаулы уақытта, санаулы минуттарда жетті. Бірақ өкінішке орай ол жерде сол жаңағы мекеменің қызметкерлері біздің құтқарушыларды ішке кіргізбеуге тырысқан. Сондықтан оларға қазір әкімшілік шара қолданылып жатыр, әкімшілік іс қозғалды, бүгінгі таңда оның бәрі сотқа өткізілді. Аздап оны айтатын боламыз. Бұдан кейін бұл жерде айта кететін нәрсе, барлық біздің Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мекемелер, азаматтар осындай бір төтенше жағдай орын алған кезде өзінің мекемесінің аумағына өзінің құтқару күштері мен құралдарын міндетті түрде кіргізуге олар міндетті болу керек. Сондықтан ол жерде жаңағы әкімшілік іс қозғалуға байланысты бұл жерде жаңағы мекемеге 200 айлық есептік көрсеткіштегі айыппұл салынатын болады. Қазір іс сотқа өткізілді. Рахмет. Сонда құтқарушыларды кіргізбейтінге олардың қатысы бар ма? Бұл жерде айтып отырмын, өздерінің ондай нысандарда өздерінің нысанында құтқарушылары болады. Сол құтқарушылардың күштерімен олар оны жасаған. Бірақ айтып отырмын, жаңа біздің заңнамаға сәйкес бұл өзінің күші жетіп жатыр ма, жетпей жатыр ма, бізге хабар келгеннен кейін, біздің құтқарушылардың келгеннен кейін міндетті түрде олар кіру керек онда. Мәселе сонда. Олар өзінің күшінен бәрін білдіреміз де, біздің құтқарушыларды кіргізбей отыр. Ол дұрыс емес, ол заңға сәйкес келмейді.